Жаңа түсірілім Қызылорда қаласы, коммунизм районы, Алашаев көшесі. Коттедж үй көрмекшіміз. Көше толық асфальттанған. Бейімбет Майлин көшесі және де арғы жақ бөлігі Торайғыров көшесімен қиылысқан. Көше толықтай асфальттанған. Көше бет жақтан үйдің көрінісі. Жанында ағаштар егілген. Есік алдына стяжка құйылған. Мұнда навесі, сыртқы қақпасы. Есік алды толықтай қоршалған. Жалпы жер көлемі 6,5 соттық. Навесі. Мұнда балалар ойнайтын алаң качелясы орналасқан. Мына бөлігі қоршалғаны, септик. Осылай қоршалып жасалған. Арғы жақ бөлігіне осы жерден септигіне барсаңыз болады. Мұнда гараж орналастырылған. Жалпы үйдің аумағы 9,5-14. Үй толықтай күйдірілген қыштан салынған. 2016 жылғы үй. 5 бөлме. Навеселген. Мұнда жазға шай ішу орны. Мұнда шағын үйшік балаларға арналған. Үйдің артқы бөлігімен көрінісі. Мұнда тауық қорасы. Мұна бөлігі егін егетін орны. Арғы жақ бөлігі сыртқы әжетханасы. Ал мұнда шағын бассейн. Үйдің сыртқы бөлігі толықтай доржик жағылған. Одан кейін түсі өңбейтін қымбат эмульсиямен боялған. Үйдің сыртқы терезелері пластик, решеткіленген. Енді үйдің ішкі бөлігімен танысатын болсақ. Бұл үйдің кіреберісі толықтай линолеум. Мұнда қол жуатын орны. Жалпы бұл үйдің ең бір ерекшелігі кіреберістен оңға қарай. Мұна бөлігі гаражға баратын жол. Сонда гараждан екі жақтан да көруге болады. Сыртқы жақтан да және ішкі жақтан да. Шағын дәліз. Осы дәлізден бөлмелер тарайды. Оң жағымызда үйдің жуыну бөлмесі және әжетханасы толықтай кафелленген. Таза. Ең басты бөлмесі, ас бөлмесі мұнда. Сола қарай жүрсек. Ас бөлмесі кең. Мұнда тоңазытқыш. Өтердің потолок. Едені линолеум. Мына жақ бөлігі от жағатын пеші. Газ болмай қалған жағдайда осы пеш арқылы үйді жылытуға болады. Ал мына бөлігінде шағын газ пеші және де қол жуатын, ыдыс-аяқ жуатын раковинасы орналастырылған. Одан әрі жүретін болсақ, бірінші қабатта үйдің бірінші жатын бөлмесі. Жатын бөлмесінің терезелері аулаға қарайды. Надежный потолок. Ал мұнда үйдің қонақ бөлмесі. Толықтай эмульсияланған, таза. Терезелері пластик, решеткіленген.
Жалпы үйдің аумағы 166 шаршы метрден тұрады. Үйдің есіктері осындай ағаш есік. Екінші қабатқа көтерілетін баспалдақтың астыңғы бөлігінде үйдің қоймасы. Екінші қабатқа көтерілетін болса, баспалдақтары және де едені толықтай ағаш жасалған. Осы дәлізден бөлмелер таралады. Үйдің бірінші жатын бөлмесі. Едені толықтай линолеум. Одан кейін мына бөлік үйдің гардеробы. Одан әрі үйдің екінші қабаттағы екінші жатын бөлмесі. Мына бөлігі балалар бөлмесі. Арғы жақ бөлігінде балконы бар. Және ең бір ерекшелігі бұл үйдің екінші қабатында мына бөлігі тапчаны. Жалпы аумағы 14 аумақта. Жазғы уақытта кешкісін тынығуға өте ыңғайлы. Үй құжаттары толықтай заңды, таза, ипотекке болады. Толықтай ақпарат алу үшін көрсетілген номерге хабарласып біле аласыздар.